Или мейді, или екеуміз бірге дейік. Мен өлең айтуға шыққан жоқпын да, не үшін шықтыңыз? Мен мына жаққа босқа келген жоқпын. Енді? Оралдан жаңа кітап көрдім. Бата. Ал келіңіз. Очкиін салып қойып. Ал, қолдарын жайды. Қалар неге жаймай өтір? Ана аяғын жай өтір. Қолдарын жайдар, келбесін сәтті салып. Ал. Бата бұлай бере ма? Мен бұлай бере жоғым. Сұрасам бата берейін. Үстен болсын берейін. Мұнан берейін демекші қаты қай түрген болсын. Берейін емес, бата берсекші. Сұрасам бата берейін. Үстен болсын берейін. Берейінге төрт жігіт шамы ғой. Берейін айтпаңшы. Ол берейін. Сұрасам бата берейін. Үстен болсын Рустам. Рустам білесіз? Ол жаңа қабдыған екінші басы, ол да хулиган. Жақсы бауырларыма қошемет. Құрметті ақтөбеліктер, назар аудар. Назар аударамыз, қарапайым жанұя, анасы мен баласы. Не қайсың, не бол? Қарным ашты. Кел, емізе қоян, жүрчесің ба? Енді, айған шеп. Бағын да жеңе бар, маған. Жалпы, жас жұбайлар шақыру билетіне дәл осылай тоқтауға түседі. Ал егер келін екі қалып болып болған жағдайда. Өсек айтып жатырған екі қыз. Мәз сәлем білмейсің бе, кеше вечерек барды ғой. Бұртычыққа қырнайып қарамайды. Сосын мен алып бұлай билейін, қарамайды. Бетіңірде төмендеп түкір салды. Ой, кешір тұрайын. Дәл жағдай атты мен өте тез айтатын қыздардың арасында. Хан емессің, қасқырсың. Қасал басты бас ұрсын деген сөзді. Махамбет сияқты қас батыр емес. Қорқақ біреу барып айтса, қалай болар еді? Хан емессің, қасқырсың. Не? Дәл осы сөзді гламурный қыздар айтса. Жень, привет. Прическа. Жень, убери его, пожалуйста, наедине оставь. Жень, посмотри в мои глаза. В глаза смотри, куда смотришь? Глаза, говорю. Ты не Каскар. Фу, ты не хан. Ты мой Каскар. Ал егер кішкентай балалар айтса. Аға, қайда сол, қасқа сол. Жақсы бала айтса жоқ, қасқа деген жоқ баса. Кеттің сол. Әшелеріміз айтса. Айналайын шығамын сен бәжәңді? Иә. Ана жақта сені қасқыр дей ма, қатын дей ма, бірдеме